Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын жұп-жұмсақ сосискаларды бірге дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, сұйық майымызды құйып аламыз. Одан кейін татымына қарай тұзымызды, қантымызды, дрожжымызды саламыз. Барлығы бір келгі массаға айналғанша араластырып аламыз. Қажетті құрамның барлығын төменге описанияға қалдырып кетемін, сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Ендігі кезекте ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қылып қамыр илейміз. Ұнды көп қосып қоймаңыздар, себебі тестамыз қатты болып қалуы мүмкін. Ұнды аз-аздан салып отырып, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Илеп болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоясыздар. Міне менде қамырым жарты сағатта ашып дайын болды. Енді сосискаға арнап барлығын домалақтап шығамыз. Мен сосискаларының тестасын барлығын 50 граммнан өлшеп алдым, бірақ өлшеп жасау міндетті емес. Дайын болған нандарымызды жайып, видеодағыдай орап шығасыздар. Мен сосискаларымның жартысын бүтіндей салдым, жартысын ортасынан бөліп салдым. Дайын болған сосискаларымызды листқа тізіп шығып, үстінен бір жұмыртқамызды жағып аламыз. Үстінен күнжіт септім. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Міне біздің жұп-жұмсақ дәмді сосискаларымыз дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер, ас болсын.